Болма? Индер ауданындағы Елтай ауылында саябақта қазіргі таңда 60% жұмыс аяқталып тұр. 393 миллионға договор бар келісімде. Соның 200 миллион теңгесі игерілген, оның 193 миллион теңгесі қалған. 2021 жылы декабрьге дейін срок бар бізге. Желтоқсан айына дейін объектіні бітіріп, дайындап береміз. Қазір аумақ 20 гектарды құрайды қазіргі таңда. Соған барлық нәрселер істелініп, жасалынып жатыр. Құйылатын жұмыс қазіргі таңда общий 12 жұмысшы қазіргі таңда өзі жұмыс істеп жатыр. Негізі басқа адамдар күтіп отыр өзінің уақыттарын. Енді қандай жұмыстар қалды? Қазіргі таңда тренажерімізде мафтар қалды, искусственный газон қалды, тренажерный заттар қалды, беседка бар, ар жақта урна бар, ағаштар отырғызамыз, озеленение жасатамыз. Сонымен Құдай қаласа бітіреміз. Освещение бар, трансформатор қоямыз. Бәрі дайын тұр. Астына водопроводты өткізген соң келесі этапта тұрған жұмыстар. Материалдың келуіне ешқандай кедергі жоқ. Жоқ, ешқандай артығымен жатыр. Осы 25 жылдың желтоқсанға дейін уақыты бар, бірақ біз осы жазда сезонды қолданып, осы жазда бітіріп тастайын деп тұрмыз.